Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Күннің қабағы бұзыла бастаған соң-ақ, жаңыл тоқтыларын қораға қарай айдады. Өңшең марқалар ыққа қарай қутың-қутың жүгіріп, жылы қораға асығып барады. Лезде түтеп кеткен ақ боран жақындап қалған аласа қораны бұлдыратып, көзден жасырады. Жаңыл қойын алысқа айдап кеткен күйеуін ойлап, күннің райы тез бұзылды ғой апыр-ай, аман болса игі еді, деп қобалжып келеді. Күн ұзаққа иесіз тоңазып қалған үйіне кіріп шам жақты. Қазан астына от тұтатып шай қойып жіберді. Мұздай үйде бетін қидың түтіні шарпып, бойы жылып келеді. Бірақ жападан жалғыз езі тынышталып отыра алмады. Күйеуін ойлаған сайын көңілі елегізіп мазасы кетеді. Осындайда қара болатын Қаламүш те қайтып оралмады. Бірақ оған асықпай-ақ қой қалқам, жолдан шалдың үйіне қонарсың деген өзі еді. Олай демегенде қайтсын. Баласыз жаңыл Қаламүшті іштен шыққан перзентінен кем көрмейді. Бірақ Қаламүш Мінайдар шалдың кіші баласы. Бұлар көшіп келгенде 5 жасар еді. Жаңылға көбірек үйір боп бауыр басып кетті. Қоспанды аға, жаңылды апа деп өз үйінен гөрі көбіне осылардың қолында болды. Сол кезде 50-ден асқан өз әкесі Мінайдарды ата дейтін. Шын аты Ғалымжан. Еркелетіп кішкентайында Қаламүш деп атап еді. Биыл 19-ға шықса да сол атымен келе жатыр. Екі үйдің ортасындағы тел қозы. Өткен жылы 10-шы класс бітірді де Қоспанға көмекші боп келді. Екеуі тапқан таянғанын осы баланың аузына тосып, үстіне жапсырады. Бірақ Мінайдар қарттың аузынан бердім деген сөз шыққан жоқ. Жаңыл Қоспанға шалдың ұлы да бар, қызы да бар. Қаламүш жан жөнінде құлақ қағыс қылсайшы, деп еді. Ол өзі де аңғаратын парасатты кісі ғой. Сірә үндемеуі тегін емес шығар, қиналып қалар, деп баспай қойды. Әрине, оған бола енді өз құрсағынан перзент дәметпейтін жаңылдың Қаламүшке деген ықыласы ортайған жоқ, қайта арта түсті. Бетін қыздыра шарпыған жалынан көзі жұмылып, кірпігі ауырлап барады. Жаңыл тағат тұтып отыра алмады. Пальтосын кие салып далаға шықты. Қас қараюға жуықтаған. Боран үдей түскен. Есіктің алды омбы қар. 20-30 қадамдай ұзап барды да селтиіп тұрып қалды. Түтеп тұрған бораннан еш нәрсе көрінбейді. Жел қарсы екен. Апырмай, ықтырып әкетпесе болар еді, деп шошып қалды. Бірақ не дәрімен қыларын білмей дал болып тұра берді. Ауыз бөлмеде керосин шам сығыраяды. Үйдің іші толған бу. Қазандағы су қайнап кетіпті. Ас салуды ұмытқан екен. Күні бойы қой жайып, денесін суық қағып қалжыраған. Жаңыл шай ішті. Қойшы әйелі жалғыздыққа жалықпайтын. Бірақ осы жолы елегізіп, ішкен асы бойдан сіңбеді. Қой баққаны бүгін емес, бір қолайлы жер тауып паналаған шығар. Талай зобалаңды басынан кешірбеді ғой, деп өзін-өзі жұбатқан болады. Үйдің іші қара көлеңке. Ошақта қи-шоғын қоламта басып, қызылы сөніп барады. Жым-жырт, далада ұлған боранның еміс гуілі. Жаңыл қыбыр етпестен ұзақ отырды. Ойы екі жаққа жүгіреді. Бірі Қаламүш, бірі Қоспан. Бала күннің бұзылғанын көріп түнделетіп тартып кетсе, әрине, осындай жалғыз елегізіп отырғанда оның келгені жақсы болар еді. Бірақ мына боранда жол таба ала ма? Далада үсіп, я қасқырға ұшырап жүрсе, япыр-ай, балалық жасамаса не қылсын? Терезенің кішкене әйнегіне тырсылап қар соғады. Есік жақта да бір нәрсе сықырлай ма? Жаңыл әр дыбысқа селк етіп, апшысы қуырылып, берекесі қашты. Жүрегі құрғыры бір жамандықты сеземе, неге сонша дегбірі құрыды? Әлде екеуінің біреуі қора маңында адасып жүрме екен? Көңілі лоблып, далаға 2 рет шықты. Тыңдады. Ысқырған боран, желдің беті өзгермепті. Денесі жылып маужырап барады. Жаңа қанат сыртта тұрып тоңып кіріп еді. Арқасын жарға тіреп, аяғын астына жиырып, 2 қолын жең ішінде айқастырған. Шығарыңқырап қойған ондық шамның сәулесі кірпік арасын қытықтайды. Қазан астына от маздайды. Жаңылдың құлағына ыдыс аяқтың сылдыры, далбырлаған әйел дауыстары келгендей болады. Олардың неге келгенінде біле бермейді. Осылар неге сонша үймелеп, несіне сампылдап көп сөйлеп кетті? Әйтеуір бір жамандықтың нышаны бар.
бір қараңғы тылсым үрей төніп келе жатқан сияқты. Сонда бір қатты шошынғаны бар еді. Сол не нәрсе еді? Иә, о да осындай қысты күні. Қолында конверт. Майдандағы Қоспаннан 4-5 айдан бері хат болмай зарығып жүреді. Кенет лап еткен көңілі су сепкендей басылды. Сыртындағы адресі жат қолмен жазылған. Бір жамандықты сезгендей жүрегі лоблып, қолы дірілдейді. Жаңыл алғашқыда хатқа жазылған сөздің мәнісін түсіне алмады. Сіздің күйеуіңіз хабарсыз жоғалып кетті. Қайда кетті? Неге жоғалды? Не де болса Қоспан бір жамандыққа ұшыраған ғой. Апырай, тірі ме екен? Жүрегі су етіп төмен түсіп кетті. Кенет өзі де Қоспанмен бірге белгісіз үрейлі қараңғылыққа сүңгіп бара жатқандай болды. Осыдан біраз уақытқа дейін оңала алмады. Жұмысқа да шықпады. 4 жасар баласы Мұратын құшақтап отырды да қойды. Үйдің ішін астан-кестен қылып, асыр салып жүретін тентек Мұрат анасының қасіретін түсінді ме? Бір түрлі жуасып қалды. Көзі жаутаңдап, шешесінің бетіне қарай береді. Жаңылдың жүнжіп баратқанын көрген көрші қатындар келіп, кеу-кеулеп ортаға алды. Қаза болды демепті ғой, тірлігін сұра Құдайдан. Тірі адам оралады ғой. Ойбай-ау, тіпті қара қағаз алғандар да отырған жоқ па? Саған не болған сонша? Қой, мұратыңды жүдетпе. Осы сөз ем болғандай басын көтерді. Бірақ көңіл қошы оралған жоқ. Қоспан сол кеткеннен хабарсыз кетті. Күн асқан сайын Жаңылдың сағынышы, ах ұрған арманы үдей берді. 4 жыл көрген қуанышы мен қызығы 4 күндей болып өте шықты. Тату тәтті өмір, қабақ жытыспаған жарастық тұрмыс. Бір ғана жалт етіп, арылмас арман тастап кетті. Тағы да қойны суық жалғыздық, жетімдік келе жатты. Сығырайған соқыр терезесіне қарын ұстаған аласа кішкентай бөлме. Есік жақтағы қазақы пештің аузына қазан қондырған. Кішілеу қазанның қарайып кеткен тақтай қақпағы жабық. Ішінде бір нәрсе қайнап жатыр. Бұрқ-бұрқ бу шығады. Кішкентай бөлменің іші толған әйелдер. Көбі кемпір. Олардың әдеттегідей баяу қимылдарында қасірет көлеңкесі түскен жүздерінде, күбірлеп сөйлескен сөздерінде қаралы салтанат бар. Кейбіреулері жағын таянып, ах-ух деп кекіре күрсініп қояды. Қазаннан шыққан сорпаның тәтті, жылы иісіне қабырғаның дымқыл шымының иісі қосылып, оған біраздан бері пайда болған ауру жатқан үйдің қою көңірсі иісі араласып, Жаңылдың басын айналдырады. Жаңылдың жасы биыл 10-ға қарады. Бәрін түсінеді. Анасы осыдан бір ай бұрын сырқаттанып төсек тартты. Басында жай ыңқыл-сыңқыл сияқты көрініп еді. Бірақ кейін кеселі ұлғайып бара жатты. Кішкентай Жаңыл от жағып, тамақ істеп, шешесін күтіп бәйек болды. Бірақ ойына еш жамандық келген жоқ. Жазылып кетеді ғой деп ойлаған. Тек 2-3 рет анасы қиналғанда қатты шошып, жылап барып көршілерді шақырған. Кейін есін жиғанда шешесінен: «Апа, өлмейсің бе?» деп жалына сұрайтын. «Өлмеймін қалқам, өлмеймін. Сен тұрғанда неге өлемін?» деп анасы көңілін жұбатып қоятын. Бүгін бір жамандықтың боларын іші сезді. «Басын көтеріңдер, аузына су тамызыңдар», дейді әйелдер күбірлеп. Су алып берген, қазан астына от жағып, кіріп шығып жүрген әйелдер бәрі де бір нәрседен үріккендей, ұрланып, аяғының ұшымен басады. Бәрі көрінбейтін ұлы табалдырыққа таянғандай. Сол табалдырықтың ар жағы сыры белгісіз үрейлі, киелі дүние. Жаңыл үріккен балапандай пана таппай бұрышқа тығыла береді. Жаңылды қасына келіңдер, бақұлдасқысы келіп жатыр ғой байғұстың. Жаңылды ұштап жетектеп төсекте жатқан шешесінің қасына келді. Өз анасының қасына баруға шошып, буыны дірілдеп әзер жетті. Апасының бет сүйегі шығып, иегі үшкірленіп кеткен. Бұрында жүдеу еді, бірақ мына түрінен Жаңыл шошып қалды. Көзінде нұр жоқ, шөлмектей шатынап шарасынан шығып, Жаңылдың бетіне қадалып қалған. Жоқ, бұл өз апасы емес, жаңағы көрінбес табалдырықтың ар жағына шығып кеткен жат адам. Жаңыл қорққаннан шыңғырып жылап жіберді. Жұпыны кішкене бөлменің ішіндегі болымсыз дүниені буып-түйіп, ұштап, аузы жалпылдап тынбай сөйлеп жүр. «Жаныңа батады ғой байғұс бала, туған шешеге кім жетсін? Бірақ уайымдама, қу далада қалған жоқсың. Біз барымыз, біз тұрғанда жетімдік көрмессің. Өзіңді
ибаш жаннан кем қылмай бағам. Соның ішкенін ішесің, кигенін киесің. Бұрында осы үйге сыңар құрттың жартысын беріп отыр едік қой. Жаңылдың құлағына ұштап даусының ызыңы ғана келеді. Барлық ұққаны әйтеуір сол үйге көшеді. Ұштаптың күйеуі Байсерке Жаңылдың ағасы. Жаңылдың бұрынырақта қайтыс болған әкесінің шөбере ағасы. Одан басқа жақындары жоқ. Сопының бәрін Жаңыл жақсы білетін. Ұштап имеген ұзын, сүйегі кең, шыр жұқпаған арық. Аласа мұрны жалпақ бетіне батып кеткен. Тек екі танауы мен шошайған тұмсық ұшы ғана көзге түседі. Дауысы жіңішке, бірақ кеңкілдеп мұрнынан сөйлейді. Өзі сымпылдаған сөзшең, сөз арасында қайран балдай тәтті абысыным-ай деп күрсініп қойса да, түрінен де, сампылдаған даусынан да қайғысы сезілмейді. Үйдің ішіндегі әр затты қағып сілкіп, сығырайған терезенің алдына кеп үңіле қарап, екі төбе қып үйіп жатыр. Алғашқы бір айда Ұштаптың үйіндегі Жаңылдың тұрмысы жаман болған жоқ. Ұштап та, Байсерке атасы да бұған мүсіркей қарап, жайлы жерге жатқызып, жақсы тамақ беріп жүрді. Тіпті өздерінің қызы Ибаштан Жаңылды артық көретін сияқты. Ибаш, сен тұра тұр, Жаңыл жесін. Ибаш, Жаңылдың әлі келмес, сен су әкеле ғой, дейтін. Арада ай өтпей жатып, осының бәрінің қалай өзгеріп кеткенін Жаңыл байқамай да қалды. Әуелі үй шаруасын Ибаш екеуі қатар істейтін болды. Содан салмақ өзінен өзі Жаңыл жаққа ауып бара жатты. Ұштап әуелі Ибаштың қолы тимей жатыр, Жаңылжан, сен су әкеле ғой. Ибаштың баласы ауырып қалды. Күлді сен төге сал, Жаңылжан, деп бастады да, кейінірек Ибаштың атын еске алмай-ақ жұмсай беретін болды. Бастағы Жаңылжан деген жылы атау аздан кейін әншейін Жаңылға ауысып еді. Ақыры ода қалып ендігі аты әй қыз болды. Әуелде Ибаш екеуі бір төсекте жатып жүретін. Кейін Ибаш ұйықтай алмайды деп төсекті бөлек салып беретін болды. Енді одан да ысырып көрпе тозып қалады. Ештеңен кетпес, хан қыз емессің ғой деп тулақтың үстіне жатқызатын болды. Қабырғасы қатпай жатып, жегілген ауыр жұмыс Жаңылдың еңсесін басып кетті. Таң атпай тұрып, сиыр сауады. Одан қазанның астына от жағып, сиырды өріске айдап кетеді. Әйтеуір кешке дейін қолы қарап отырмайды, іс табылады. Жұрттың ең соңынан жатады. Бұл үйде оны жалғыз есіркейтін Байсерке ғана. Бірақ еркек адам от басына еш нәрсе бітіре алмайды екен. Оның үстіне Ұштаптың тілі жаман. Бір рет Байсеркеге ара түскенде, оны жетім қылған мен бе? Құдайдан көрсін. Қаршадайынан әке шешесін бірдей жалмаған, өз маңдайын сорынан көрсін. Өз қызымды да бұлаңдатып отырған жоқпын. Оны әлпештеп төбеме шығарам ба? Білемін, сенің неге жаның ашып тұрғанын. Баяғы құтырған шағыңды ұмытқаным жоқ. Айғыз, деп екіленгеніңді қайтейін, ойбай-ай сонда, деп қолындағы көсеумен жерді соғып қалды. Айғыз Жаңылдың анасы. Ол Ұштаптың мегзеп отырған нәрсесін түсінеді. Айғыз келін әйел-ақ еді ғой. Бағы жанбай кеуінен жас қалды. Су мұрын қайнаға да нашар ғой. Еркектің атын атамайтын ауыл әйелдері қысы жазы бірдей суық тиіп сырқанып жүретін Байсеркені су мұрын қайнаға деп атап кеткен. Болмаса, ең жақын әмеңгері сол емес пе? Сол Айғызды ала алмады ғой, деп бір әйел сөз бастаса. Су мұрын қайнаға алмайын деді ме? Ойбай-ау, Ұштап бейбақ қой, алғызбаған, деп екіншісі қостап. Ойбай-ау, Ұштап Айғызбен күндес болғанша байдан тікелей айырылатын еді ғой. Айдай Айғызды қойнына салған еркектің содан кейін қаңсаған Ұштапқа тәбеті бара ма? Айғыз төсек тартқаннан ақ Ұштаптың қабағы ашылған жоқ па? Деп үшіншісі іліп әкеткен әңгімелерін естіген. Өзіне күндес болып үлгере алмай кеткен шешесінің кегін қызынан алмақ болды ма? Кім білсін? Ұштап әйтеуір Жаңылға өшігіп алды. Байқамай сүтті төгіп алса, сүт емес-ау. Су құйған құманды қағып кетсе де көсеуімен салып қалады. Бір жолы Жаңыл да бала емес пе? Қызығып кетіп, Ибаштың көйлегін киіп шығып еді, сол үшін тіпті қатты сабады. Ибаш та келісіп тұрған жоқ. Жаңылдан 2 жас үлкендігі бар. Естияр болудың орнына шолжаң өскен.
қайдағы пәлені шығарады да жүреді. Шешесі жаңылға не істесе, бұ да соны істейді. Әсіресе шешесінің қарғысы мен бейпіл сөзінің бірін шашыратпай құлағына құйып алған. Қит етсе, «Әй, әке шешесін бірде жалмаған жалмауыз, Құдай қарғаған қу жетім, жүзі қара, қаншық» деген сөздер аузынан түйдек-түйдегімен шығады. Жүрген тұрғанда да жаңылды қағып соғып кетумен жүреді. Өзі кесені сындырып алса да, сүттің бетін жеп қойса да, бәрін жаңылға жаба салады. Әрі беріден соң, «Апа, мынау маған жаман сөз айтты» деп те пәле жабады. Оны тексеріп жататын штаб қайда? Тілі мен қолы қатар қимылдайды. Ибаш оны шешесіне жұмсайды. Ойына не келсе, соны істейді. Жаңыл тілін алмаса, не бір нәрседен қарсыласа, «Үй жетім қаншық, апама айтып сойып салғызайын ба өзіңді?» деп қорқытады. Ибаштың бір мінезі жаңылды азапқа салса, кәдімгідей рахаттанады. Сонда өзінің үстемдігін, артықшылығын сезіп мәз болады. Үйге кісі келгенде ешкімге сездірмей, жасырып жаңылдың қарнынан не қара санынан бұрап үзіп алады. Ондайда жаңылдың көзінен жас ыршып кетеді. Бірақ дауыс шығаруға қорқады. Ибаш оның бетіне қарап мәз болып жымың-жымың етеді. Ілуде бір жаңылдан ерте оянып қалса, жаңылдың шашын жіпке байлап, оны кереуеттің аяғына шандып тастайды. Содан кейін құрбандығын шымшып оятып, ол басын оқыс көтеріп, айқайлап жібергенде өз тапқырлығына риза болып, шек сілесі қатып күледі. Бұлайынша топастау болғанымен, Ибаштың жаңылды азаптауға келгенде ойлап таппайтын бәлесі жоқ. Бала үлкен кісінің ұрған соққанына, қатал мінезіне үйренеді. Үйрене алмаса да, оған жоғарыдан келген зауалдай мойын ұсынады. Бірақ өзімен қатар ойнап жүрген баланың қорлығына төзу қолынан келе бермейді. Жаңыл да Ибашпен талай жұлқыласып бақты. Ондайда әрине Ибаш жеңеді. Өзі жеңе алмай бара жатса, шешесіне сабатады. Ит қанша күшті өктем болғанмен, мысықта жан дәрмен қылып алысып бағады ғой. Ебін тауып тырнайды, тістейді, жалт беріп тұмсығын тасқа соқтырады. Әйтеуір о да бір отырлы жерін табады. Сөйтіп, Жаңыл мен Ибаш та ит пен мысықтай тістесіп өсіп келе жатты. Тек әлдімен алысқанда әлсіздік айласы тапқырлығы ең кем салғанда 4-5 рет артық болуы керек екен. Осы үйде Жаңылға жаны ашитын жалғыз Байсерке байғұс. Бірақ ол қызының жетім балаға көрсеткен қорлығына киіп қалса. «Сақалды басыңмен бала шағаның арасына түсіп нең бар? Енді қаршадай баланы ойын күлкісінен тыяйын деп бедің?» деп ұштап баж ете қалады. Ұштаптың Жаңыл кішкентай кезінде түсінбей қайран қалған бір мінезі бар. Үйге сырт кісі келсе, ұштап Жаңылға елжіреп кетеді. «Әй қыз» деп зекіру атымен жоқ. «Жаңылжан, қонаққа самаурын қойып жіберші». «Жаңылжан, менің қолым тимей жатыр, қазанды қарай қойшы» деп сызылып, сып-сыпайы болады. Үйге қыдырып келген әйелдерге: «Жақынымыз болғасын, қайтейік, кісі баласын бағу деген қиын екен. Кісі баласы кекшіл деген емес пе? Ылғи соның қабағына қараймыз, барымызды аузына тосамыз. Енесі тепкен құлының еті ауырмас» деп қағып соғып Ибашты жұмсап, бір нәрсе болса Ибашқа ұрсамын. Кісі баласынан бір игілік көрейік деп жүрген жоқпыз. Тек байғұстың сауабы тиеме деп жүрміз ғой. Деп шын жүрегінен күрсініп, кәдімгідей қамығып қояды. «Неге? Жақсылық зая кетпейді ғой. Сенің мейірбандығыңды білеміз ғой, Құдай-ау. Қолыңда өскесін, о да өз балаң. Ертең құтты жеріне қондырғасын, о да бір өрісің» деп келген әйелдер ұштаптың көңілін жұбататын. Енді сол әйелдер оңаша жерде кездесіп қалса, ұштаптың сыры мәлім ғой. «Қай бір көсеген көгеріп жүр дейсің, сорлы бала» деп Жаңылды мүсіркейді. Жұрт көлгірліктің ең үлкенін жетім балаға жасайтынын Жаңыл жасынан түсінді. Сондықтан да еш пендеге жоламай, бір адамға тіс жарып, сыр ашпай тұйық өсті. Сөйтіп жүріп Жаңыл 17-ге келді. Басылып қалған көңіл еш нәрсеге елеңдеген жоқ. Тек бір рет байқаусызда ұштаптың Байсеркеге айтқан сөзін естігенде селт етті. «Сен не көкіп отырсың?» деп Байсерке тыржың етті. «Ойбай-ау, Жаңылды айтамда, бойжеткен қызды сүрлейміз бе? Торсан, әлі тұғырдан тайып тұрған жоқ, жалғыз қызын құтты жерде қондырған. Жұрт жаман десе дей берсін, өз шаруасына мығым. Әрине,
Сонша жыл бағып қаққан қызды мен оған тегінен ұстата салар деймісің? Қасқа сиыры мен төр жандығына ауызды салдым. Жаңыл олардың ендігі сөзін естіген жоқ. Ауыз үйден зып беріп сыртқа шықты. Торсан, бүрісіп қалған бір уыс бетінде 3-4 тал сақалы бар, кішкентай ғана тапал сары. Бойы Жаңылдан аласа. Ауылдың шетінде шетен қоршаған қорасының ішінде тінтінектеп жүретін. Жайлауға шыққанда да кішкене үйін ауылдың ең шетіне тігеді. Жаңыл оның алжапқыш байлап сиыр сауып жатқанын көретін. Бүкшиіп отырған кішкентай бала сияқты. Басы сиырдың шабына тиіп тұрады. Өзі тірі жанмен тіл қатып сөйлеспейді. Біреу әңгімеге айналдырса, беті бір уыс болып жиырылып, ыржиып күледі де, е деп қайта-қайта басын шұлғиды. Көзіне Торсан елестегенде, Жаңыл қойнына құрбаққа салып жібергендей, тұла бойы тітіркеніп, қалшылдап кетті. Содан кейін есін жиып, кешке дейін үй қарасын көрмей оңаша жүрді. Әрине, Торсанды көңілі қаламады. Бірақ осы күнге дейін бұған сөз салған жігіт те жоқ. Тек 3-4 рет ауылдың бейбастақ бозбалаларының оятқаны бар. Олардың қолқасы белгілі. Онсыз да бейшара қызды масқаралап кету. Көңіліндегі мақсатына қолы жетпеген жігіттерден, ой, жаман жетмек, біреудің күлін тасып жүріп, сонша бұлданған несі, деген сөзді де естіген. Сонда да Торсанға бармасқа бел байлады. Жаңыл кейін білді. Байсерке Торсанға қарсы болмаса да, алдымен жасы ұлғайып кеткен, өз қызымды ұзатам деп, бұл шаруаны кейінге қалдырыпты. Сөйтіп жүргенде ауылға бір жігіт келді. Ауыл үйде сыр жата ма? Оның біраз жағдайы Жаңылдың құлағына да шалынды. Өзі ауданда істейді екен, әжептәуір қызметкер дейді. Демалыс алып осындағы нағашысының үйіне қонаққа келіпті. Жасы 25-тен асып кетсе де, бойдақ көрінеді. Ағайын туғаны жоқ, жалқы болғандықтан ба, әйтеуір әлі үйленбепті. Өзі ұзын бойлы, сүйекті жігіт, сопақша бүйрек бетті, дүрдеген қалың ерінді қара. Кейде қырға шығып, жалғыз қыдырып кетеді. Келісі тегін емес, нағашысы осы жолы аяқтандырып жібермек көрінеді, деген сыбыс тарап жүрді. Жаңылдың онымен ісі болған жоқ. Ондай жігіт жетім қызды қайтсын. Тек өзенге су ала барғанда кездесіп қалып жөн сұрасты. Түрі анандай болғанмен өзінің тіпті өңі жылы екен. Әсіресе ұясынан томпиып шығып тұрған дөңгелек қой көзі, адалдық пен мейірімге толы. Ар жағында бүкпесі жоқ. Бір көргеннен ақ жатырқатпай жақын тартып кететін адамның кескіні. Содан ба Жаңыл да тілге келіп жөн жосығын айтты. Бірақ іші бөтен көрмесе де ұзақ сөйлесуге ұялды. Жігіт абайсызда Жаңылмен кездесіп қала беретін болды. Қадалып жабыспағанмен жанаса келіп тіл тартып сөзге айналдырады. Бірақ Жаңыл үндей қоймаған соң өзінен өзі қысылып кібіріктеп қалады. Әй, ауыл қызының ұяңдығы-ай. Жігіттің мейірімді көз қарасына бойы жылып қоя берсе де, Жаңыл тілге келе алмай, бетіне қаны теуіп бұрылып кетеді. Бірақ әйтеуір осы ауылға сәуірдің лебі келгендей, кеудесін бұлдыр үміт пен қиял биледі. Жаңыл шырт оянды. Үлкен жылы қол шашынан сипайды. Соған бала сияқты елігіп, көзін ашпай біраз жатты. Қарауытқан ірі тұлғаның бірден таныды. Сол, кенет, сенің де тілегінің осы ма еді, деп зәбірленіп, көрпесін тас бүркеніп алды. Бірақ әлгі жігіт кетер емес. Енді қолда қатпады. Бір бүйірін жылтып тек отырып. Жаңыл, тілге келші, деді аздан кейін. Қыз жауап қатпады. Бірақ ашуы да тарқап барады. Тіпті кісіге қиянат жасайтын түрі жоқ қой өзінің. Бетінен иманы тамып тұрған жігіт деп ойлады ішінен. Жаман ниетпен келмеген шығар. Қазір осы жігіт тұрып кетсе, Жаңылдың тәтті үміті, жүрегіне кірген жылуы бірге кетеді. Үңірейіп қалған көңілді толтыратын Торсан ба? Ища, Жаңыл дөңбекшіп аунап түсті. Жігіт мойнынан орай құшақтап, қыздың басын кеудесіне қысып алды. Жас домалаған көзінен сүйіп, ыстық ықыласпен еліктіріп барады. Ешкі маңдайынан сипамаған мұңлықтың тұла бойы елшіреп кетті. Жібіген көңілмен қоса алғаш әйелдік сезімі тұтанып, жігіт кеудесіне қысқан сайын бойына рахат кіріп, құшырлана түседі. Бұрын көрмеген, білмеген ыстық толқын бірден лап беріп, бар денесін діріл билеп, басы айналды. Енді осы жігіттің құшағында өліп кетсе арманы жоқ. Қоспан
нағашысының бір құнанын әперіп, Байсеркенің көмейін бітеді де Жаңылды алып кетті. Анасынан қайта туғандай Жаңылдың жаңа өмірі басталды. Біраз уақытқа дейін аяқ астынан тап болған бақытын, жарқын тұрмысын осы рас па деген ой тосырқап жүрді. Кешке қарай есіктің алдында шай қойып жатып, жұмыстан қайтқан Қоспанды көргенде алдынан қарсы жүгіргісі келіп, ұялғанынан өзін әрең тоқтататын. Қоспан бірден үйге кірмей, әйелінің қолынан балтасын алып, ағаш жарып, айналысы оқтай береді. Оқта-текте терісі жұқа томпақ көзі мейірленіп, Жаңылға қарап қояды. Осы көз қарастан Жаңылдың тұла бойына жылу тарап, самайына лүпілдеп қан жүгіреді. Жаңыл сонау алғашқы күні өзін кішкентайдан булықтырып жүрген мұң зарын, қасіретін көз жасымен ақтарып салды да, енді итке тастасаң да өзің біл деп бар еркін Қоспанға берді. Сол жігіт қарулы қолмен мұны жетімдік, кемдік өмірден суырып алып, жайнаған жарқын дүниеге әкеле жатты. Жаңылдың да Қоспанды жақсы көруінің шегі жоқ. Күйеуінің түр келбетіне, жүріс-тұрысына, мінезіне сүйсінеді. Өзге жұрттың ешқайсысына теңгермейді. Дүниедегі кісіге бақыт боларлық адам осы Қоспан сияқты да. Соған өзі ғана ие болғанына шексіз қуанады. Көкірегіне мақтаныш кіріп, еңсесі көтеріліп, ажарлана түседі. Өңінде ұдайы өшпей, бір рахат күлкінің ізі тұратын болды. Соғыс Қоспанды Жаңылдың ыстық құшағынан жұлып әкетті. Оның бар өмірін толтырып тұрған Қоспан еді. Енді құлазып далада қалғандай, артындағы тұяғы кішкентай Мұратын бауырына басып ермек қылады. Бірақ ол күйеуіне деген сағынышын асқындыра түседі. Соғыс дегеннің не екенін Жаңыл көзіне айқын елестете алмайды. Тек әйтеуір күндіз-түні мылтық атылған қызыл қырғын екенін біледі. Құдая сақтай көр деп жүрегі алып ұшып жүргенде сол суық хабар келді. Өлдіге қимайды. Қайтып келер дейін десе, суға батқан тастай із-түз хабар ошар жоқ. Жаңыл енді күйіс қайырған түйедей өткен бақытын көз алдына қайта елестетіп өмір сүрді. Үйге кірсе де, сыртқа шықса да сайрап жатқан Қоспанның ізі. Анау орындық, анау стол, мұқабасы тозған батырлар жыры. Бәрі Қоспанды есіне салады. Соның отырған жері, ұстаған мүлкі. Ала-салау кішкене үйдің алдындағы ағаш қоршауды өз қолмен істеп еді. Жаңыл қасынан екі елі кетпей, жәрдем беріп әр шегені қалай қаққанын көрген. Ерніне 2-3 шегені қымқырып алып, бір тізерлеп қаққан шегесін балғамен 2 ұрып сіңіріп, аузы босағанда барып тұр солай деп сүйсініп қоятын. Үйдегі киім ілгішті де өзі істеді. Тақтай жоңғанда құшырын салып, оң жақ езуін жымқырып алатын. Сол бір кескіні Жаңылдың көз алдынан кетпейді. Ауыз бөлмеде үлкен қара пальтосы ілулі тұрушы еді. Қоспан кеткен соң да оны сол орнынан қозғамады. Есіктен кіріп келгенде Қоспанның иығынан жаңа түскенде көзіне жып-жылы көрініп алдамшы әсер туғызатын. Бірақ бара-бара тозған тұлып сияқты иісі кетіп, иесіз қалған дүниедей көңілін құлазытатын болғасын оны сандыққа салып тастады. Жаңыл дайындау конторына жұмысшы болып кірген. Ертеңнен кешке дейін жүк тиейді, жүк түсіреді. Арасында колхозға шөп шабуға, астық жинауға, қыста қар тоқтатуға қуып кетеді. Ұзақ ауыр күндер өтіп болмайды. Күндіз алаң болып, еш нәрсе ойламағанмен, қанша шаршап келсе де, ұзақ түнге төбекшіп күрсіне береді. Оң жағында Қоспанның орны үңірейіп тұр. Қоспан тірі жанға қиянат жасамайтын. Біреуден озбырлық көрсе, ыза болудың орнына зәбір көрген баладай, жанары дымқылданып, көзі бадырайып кетуші еді. Қоштасар кезде өзінше сыр бермей, әр нәрсеге алаң болып, өзге жұртпен көбірек сөйлесті. Бірақ әйел мен баласына жаутаңдап, көз қиығын сала береді. Содан ақ Жаңыл оның қанша қиналғанын біліп еді. Ал Жаңыл, берік бол, Мұратжанды жүдетіп алма, бар айтқаны осы ғана. Бірақ дәл ажырасар кездегі телміре қараған кескіні. Құдай-ау, тірі пендеге зәрре де қиянаты жоқ еді ғой. Сол ниетіне бермейсің бе, деп ақырады Жаңыл. Мұрат, атын әкесі қойған. Үй ішін қуанышқа толтыра келген бала еді. Өзі толық және сүйегі ірі болғандықтан ба, кәдімгі шомбал қара. Өскен сайын аузынан түсіп қалғандай әкесінен аумай барады. Бұл да Қоспан сияқты томпақ,
қой көзді. Тек көз құйрығында бір қуақы ұшқын жылтырап тұрады. Мінезі сотқар. Ойнап жүрген балаларды сабап тастайды да, «Мама, мен Әбітайды соғып жібердім» деп айтып келеді. Қоспан да кішкентай кезінде тентек болыппын деуші еді. Мұрат тентек болғанымен ақ көңіл, бауырмал, қолындағы кішкентай нанын бірге ойнап жүрген балаларға бөліп бермеген күні жоқ. Өзі зерек, Жаңылдың күйзеліп айтқан сөзін титтей жүрегімен сезіп, үндемей қалатын. Кейде мақтанып та алады. «Папам менің жауды қырып жүр ғой, иә? Пуф-пуф деп мылтық атады ғой», деп лепіріп қояды. Содан кейін «Папам қашан келеді?» деп қыңқылдайды. Жаңыл «Келеді құлыным, келеді» деп баласын жұбатып, өзі теріс қарап, шаусараған көзін сүртеді. Бір кескіні Жаңылдың есінен кетпейді. Жұмыстан келсе, Мұрат қазан пышақты алып, мықшыңдап, тобылғы жонып отыр. Әбден құшырланып, оң жақ езуін жымқырып тістеп алыпты. Құдды аумаған Қоспан. Жаңыл іш бауыры елжіреп, баласын кеудесіне қысып, ұзақ иіскеді. Шығарыңқырап қойған шамның сәулесі кірпік астын қытықтайды. Қан тамырына жайлы жылу тарап келеді. Жаңыл Мұратты құшақтайды, бауырына қысып иіскейді. Кенет Мұрат емес, бауырындағы кішкене Қаламүш екен. Мұраттан айырылдым деп жүрсе, ол Қаламүш екен ғой. Соны нағып білмеген. Бір баланы екіге бөліп. Я, Мұрат, көкірекке бір жылы қуаныш құйылып келеді. Жаңыл рахаттанып күледі. Баласы тірі екен ғой.